1953 жылы тамызда мемлекеттік төңкеріс нәтижесінде Шах Мохаммед Реза Пехлеви отанына оралды. Мохаммед Реза Пехлеви қайта оралғаннан кейін өнеркәсіпті дамытып, ақ революция ретінде белгілі әлеуметтік реформалар жасай бастады. 1954 жылы Иранмен және халықаралық мұнай консорциумы арасындағы келісімге қол қойылды. Мұнайды сыртқа шығарудан түскен кіріс көлік жолдарын, темір жолдарды, мектеп пен ауруханаларды, су электр станцияларын салуға жұмсалатын қаржымен қамтамасыз етті. Шах аграрлық қайта құруларды қолдады. Соның нәтижесінде өңделетін жердің жартысына жуығы шаруаларға өтті. Аграрлық реформа Қызыл революцияның алдын алуға бағытталған шаралардағы ақ революцияның негізгі өзегі болды. Әйелдерге сайлау құқығы беріліп, ересектер арасында сауатсыздықты жою басталып, ең төменгі жалақы енгізілді. Су, орман және жайылымдық жерлер мемлекет меншігіне өтті. Артта қалған елде индустрияның жаңа ошақтары пайда болды. Бірақ 1960 жылдардан бастап шиит дін басшыларының қимылдары күшейді. Аятолла Хомейни Шахтың саясатын, оның ішінде әйелдерге сайлау құқығының берілуін сынады. Ереуілдер мен қақтығыстар 1979 жылы қаңтарда Шах Мохаммед Реза Пехлевиді Ираннан кетуге мәжбүр етті.